Ата-анада қандай ең асыл қазына барын білесіз бе? Ол қазына балалары. Мен мынаған нық сенімдімін. Құдай бізге балаларымызға ол ойлағандай өсіруге көмектесуді сеніп тапсырған. Ал ол үшін уақыт қажет. Балалардың сүйіспеншілікті қалай түсінетінін білесіз бе? Әлемдегі барлық балалар үшін сүйіспеншілік бұл уақыт. Егер сіз баламен уақыт өткізбейтін болсаңыз, сіздің оған қаншалықты жиі мен сені сүйем деп қайталап айтқаныңыз маңызды емес. Егер сіз онымен уақыт өткізбейтін болсаңыз, мына бір нәрсе есіңізде болсын. Жөлікті отырғызып, ақымақтың басын айналдырып кетуге болады. Бірақ баланы алдай алмайсыз. Бала сіздің ар жақ бер жақ ойыңызды көріп, бірден сіздің қандай 200 екеніңізді біліп қояды. Бір күні 7 және 8 сыныптардың 300 оқушысына олардың маңызды әңгімеге неше уақыт өткізетінін білу үшін сауалнама жүргіздік. Айтып отырған әңгімеміз тек ата-аналар үшін емес, сондай-ақ балалардың өздері үшін де маңызды әңгіме. Кәдімгі әке өз баласымен мазмұны татымды әңгімеге неше уақыт бөледі? Шыққан қорытынды аптасына 7,5 минут, күніне емес, аптасына, яғни шамамен күніне 1 минуттай. 7 не 8 сыныпта оқитын баласымен сыр шертіседі. Мектеп жасына дейінгі 100 бала арасында қарапайым мектеп жасына дейінгі бала әкесімен мазмұны татымды әңгімеге неше уақыт бөлетінін анықтау мақсатында тағы бір сауалнама жасалды. Бұл күллі жұртты таңғалдырар жайт болды. Нәтижесі алдыңғыдан да аз. Күніне 37 секунд. Ата-аналар баламен күніне 37 секунд сыр шертісіп тәрбиелеу мүмкін емес. Тіпті мен қызмет бабымен сапарда жүргенімде де балаларыммен телефон арқылы ұзағырақ сөйлесетімін. Егер сіз балаңызға Құдай ойлағандай өсуіне көмектескіңіз келсе, онда балаңызбен уақыт өткізіңіз. Сонда сіз білесіз, егер балаларымызға өз құндылықтарымызды, дұрыс ойлау жүйемізді, ұстанатын нанымдарымыз бен шындықты баулуды ниет етсек, онда біз балаларымызбен мазмұны татымды әңгіме дүкен құрып, оларды түсініп, әңгімеге тартылу үшін уақыт бөлуіміз қажет. Көптеген жылдар бұрын мен Америкадағы ең үлкен қауымдардың біріне баруыма мүмкіндік болды. Мен олардың Техас штатындағы Даллас қаласының маңындағы лагерінде болдым. 7, нақтырақ айтсам 6 күнде мен тек 10 рет сөз сөйлеп қана қоймай, сонымен қатар 41 жеке кездесулер өткіздім. Енді қараңыздар, сөйлеуді былай қойғанда жеке кездесудің өзі адам жанын мерт қылу ғой. Мен 41 рет балалармен жеке кездестім және олардың әрбіріне бір сұрақты қойдым. Әкең сенімен уақыт өткізеді ме? 41-дің 39-ы жоқ деп жауап берді. Бұл қайғыратын жайт. Тіптен сол балалардың көпшілігімен әкелері уақыт өткізген болса да, бірақ балалардың өздері басқаша сезімде болса, одан не пайда? Бала не сезінсе, соған сенеді. Сол ол үшін шындық болып табылады. Егер сіз балаңызға ықпал етуді қаласаңыз, онда балаңызға уақыт бөлу қажет.